Күзде органикалық атызымызға компост, шіреген тезек салып, органика салып қоректендіреміз. Сонымен қатар біздер тұз сор жерде бақша егетін болғандықтан біздер бақшамыздың атызына мынандай известняковая мука, доломитовый мука саламыз. Міне аппақ болып жатқан үстінде осы. Бұл қандай маңызы бар, қандай пайдасы бар? Мына доломитовый мука тұзбен әрекеттесіп, тұзды жоғалтады. Біздің топырағымыздың бойындағы тұз болса, сонымен әрекеттесіп, соны жоғалтады. Бірінші пайдасы, екінші пайдасы, мұның құрамында кальций, магний, цинк, мед сияқты элементтер көп. Кальций мен магний соның ішінде 85%. Осы тыңайтқышты, бұл табиғи тыңайтқышқа жатады. Өйткені бұл жердің құрамынан алынатын, жерде болатын топырақ. Мұның әр квадрат метрге, жеріңіз егер тұзды болса, 1 квадрат метрге 200-300 граммнан салынады. Ал егер жеріңіз тұзды болмай, тек бақшаңыздың топырағын кальций мен магниймен байытқыңыз келсе, онда осылай себелеп қана саламыз. Содан кейін бетіне салып, атыздың бет жағын осылай араластырамыз. Содан кейін суарамыз. Міне, осылай араласады, суарылады. Ол жаймен ылғалы, сумен ылғалмен өзі топырақтағы тұздарды жоғалтады. Және бұның зиянкеске қарсы пайдасы да бар. Мына известь доломитовый муканы атызға, топыраққа күн салқындап, топырақтағы бактериялар ұйқыға кеткенде, жауын құрттары тереңге қарай кеткеннен кейін барып салып араластырамыз. Ол қардың суы, жаңбырдың суымен топыраққа араласып, әрекеттесіп, күшін көктемге дейін жояды. Яғни топырақ бабына келіп тұрады. Көктемде бактериялар қайтадан тіріліп, жауын құрты жоғары қарай шығып, жұмысын жасай береді. Доломитовый муканы күзде күн салқында салыңыз.